Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен алма қосылған күлшені өз қолымызбен дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай майымызды қатты мұздай болса, осылай ерітіп алатын боламыз. Ал егерде бөлме температурасында болса, одан да жақсы. Алмаларымызды тазартып, теркадан өткізіп алатын боламыз. Майымызды табағымызға құйып, үстіне алғандай тұз, шекерімізді салып, алмаларымызды қосып, барлығын жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Араластырып болған соң ұнымызды қосамыз. Ұн қосқанда үстіне қопсытқышымызды бірге қосамыз. Тестамыз қатты болмау керек, жұмсақ, қолға жабысып тұратындай болу керек. Хамырымызды істеп болған соң духовкамызды 200 градусқа қыздырып қоямыз. Духовкамыз қызғанға дейін біз күлшелерімізге форма береміз. Қолымызды сулап дөңгелектеп істейтін боламыз, немесе қалаған нәрсеңізді істесеңіз болады. Кішіректеу етіп істеңіз, өйткені ісінетін болады. Бұл жерде мөлшерін көп етіп істегенмін, сіздерде солай 2-3 есе мөлшерін көбейтіп істесеңіздер болады. Духовкаға салған сәтіңізден бастап иісі барлығының мұрнына жетеді. Үйдегілерді қуантып, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.